Бекет ата соңғы 3 ғасырдағы бүкіл қазақ даласының, соның ішінде Арал-Каспий аралық аймағының ең ұлы көрнекті тұлғасы. Бекет Мырзағұлұлы 1750 жылы қазіргі Атырау облысы Жылыой ауданы аймағына қарайтын Ақкиіз-Тоғай ауылынан 30 шақырым қашықтықта Жем бойындағы Ақмешіт деген жерде дүниеге келген. Шежіре бойынша шығу тегін тарататын болсақ, Адай, Келімберді, Мұңал, Жаулы, Қосқұлақ, Жаналы. Жаналыдан 5 ұл: Атағұл, Байдығұл, Мырзағұл, Өтеғұл, Жарылқап. Бекет атаның әкесі Мырзағұл, анасы Жәния. Олардың 4 ұлы: Алдаберген, Алдыоңғар, Меңдіғұл, Бекет және қызы Әпуаш болған. Бекет атаның анасы қасиетті Назар қожаның қызы. Кәрі нағашысы Тама Есет Көкқұлы 1667-1766 жылдары Қалмаққа қарсы соғыстарда елге танылып батыр атанған. Бірдің соңы Бекет, ердің соңы Есет дейтініміз әйгілі Есет батыр осы атамыз. Бекет ата жасынан білімге аса құштар болып өседі. Бекет ата Хиуаға аттанар кезде әкесі оған әуелі Шопан атаға барып зират етуді тапсырыпты. Бекет Шопан атаға 3 күн түнеп, түсіне ата Хиуа шаһарындағы Бақыржан қажы деген ғұламадан дәріс алуды аян етіпті. Содан Хиуа қаласындағы Шерғазы хан медресесінде Мұхаммад ұлы Бақыржан Фахраддин 1-7 жыл дәріс алып, 21 жасында елге оралады. Елге оралғаннан кейін ислам дінін уағыздап, ұстаздық жұмыспен айналысады. Өмірінің соңына дейін шәкірт оқытып, ұстаздық еткен. Бекет ата ежелгі дәстүр бойынша көптеген елді мекендерде мешіттер мен медреселерге арнап ғимараттар салған сәулетші. Бірнеше мешіт салған. Ел аузындағы әңгімелерде салынған мешіт саны 7, нақты белгілісі 5. Олардың 4-еуі тау төбелерді үңгіп қашап жасалған ғимараттар. Бекет ата ғұмыр бойы исламның жүрегі саналатын сопылық жолын ұстанған. Және Оғланды мешітінде Қазақстанның батыс өңіріне ортақ сопылар оқып тәрбиеленетін ең үлкен орталық ұйымдастырған. Бір жақсылықты үйретуші, бірінші ұстаз деген мағына береді. Бір менен бір синоним сөздер. Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Сонымен мінекей біз Бекет ата жер асты мешітіне баратырмыз. Кәдімгідей керемет бір табиғи сондай ортада орналасқан екен. Мінекей біз келгенімізге жаңбыр жауып, күн күркіреп, сондай нұр жауып тұр, Алланың нұры. Сондықтан мінекей мына Бекет атаға жер асты мешітіне барудың өзі бір талай жер екен, оңай емес. Бір шақырым жердей ма, мінекей мына баспалдақтармен түсіп бара жатырмыз. Тау қыраттардың арасында екен. Әр неде 500 метр сайын мынандай беседкалар орнатылған екен. Адамдар шаршаса сол жерде кішкене ынтығын басып демалуға арналған. Мына серпантин сияқты айналмалы жол екен біртіндеп. Бұл енді Бекет ата, және Бекет атаның ұстазы Шопан атада болдық. Шопан ата, Бекет ата, олар осы ислам дінін таратушылы. Бекет атаның жер асты мешіті орналасқан екен. Өзінше бір керемет оазис екен. Бекет ата өз ғұмырында тариқат жолын ұстанып, соны уағыздады. Бекет ата сопылық ілімді уағыздаушы, ұлы тұлғалардың бірі.
сопылық жол жаулаушыларға ислам дініндегі реакциялық күштерге қарсы бірден бір халықтық қозғалыс идеологиясы болды. Бекет атаның мектебі сопы шәкірттер дайындауға арналған. Мінекей мына жерде бұлақ екен. Мінекей мына бұл жерден түскен кезде осы жерден Бекет атамыз кезінде осы бұлақтан дәрет алған екен. Міне осыны қоршап бұлақ өтті. Міне осылай бір ай жүреді. Енді біраз жер қалды. Жүрсек. Оғландыдағы жер асты мешітінің маңында 1780-1810 жылдар арасында жерленген адамдарға қойылған құлпытастарда Бекет сопының шәкірті, Бекет сопының баласы немесе жиені деген жазулар бар. Бұл қарапайым халықтың тасқа жазып қалдырған айғақтары. Шын мұсылман деген сопы деген сөз. Исламнан сопылықты бөліп алып қарау адамның кеудесінен жүрегін бөліп алып қараумен тең. Ел иесі, жер киесі пір Бекет. Қасиетті Маңғыстаудың иесі де, киесі де ежелгі әулиелер болған. Сондықтан бұл өлке 360 әулиелі киелі Маңғыстау деп аталған. Әулие Бекет пір ата сол ұлы әулиелердің жалғасы, яғни солардың қара шаңырағының иесі болып табылады. Пірдің соңы Бекет, бұл бүкіл Маңғыстаудың, Астана халқының тұжырымы. Сондықтан да Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда пір Бекет деп жатамыз. Бүкіл халықтың пірі, яғни бірінші ұлы ұстаз деп мойындауы өте сирек кездесетін құбылыс. Бір менен пір синоним сөздер. Қазіргі көптеген зерттеушілердің тұжырымы бойынша Бекет ата Маңғыстаудың 360 әулие қатарына кірмейді. Ежелгі шежіре дастандардың бәрінде бұл жер 360 әулиелі киелі Маңғыстау деп аталған. Демек, ол әулиелер Маңғыстауда Бекет атадан бұрын болып өткен. Ел аузы қазір олардың қатарына Бекет пен Саназар әулиелерді қосып 362 дейді. Мінекей жер асты мешіті. Ата деген ұғымның қосылуы сөз түсінген адамға аса ұлы құрмет. Тікелей мағынасы қанға сіңген қағида бойынша бүкіл халық болып адам атаның есімін Бекет атамызға лақап, мақтау есім ретінде еншілеп, сен адам атаңа лайық ұлсың, ұрпаққа атасың деп отыр. Күнделікті тіршілікте жасы үлкен қариялардың барлығына ата деп құрметтегенімізбен, о дүниелік болғандардан ата есімін иемденгендер Маңғыстауда аса көп емес. Олардың қатарына Ман ата, Шақпақ ата, Шопан ата, Қошқар ата, Масат ата, Дәуіт ата, Қосай ата, Есен ата, Сейсем ата, Исан ата, Қараман ата, Құсан ата, Табын ата, Тұрыш ата, Шағырық ата, Ұшқан ата, Түкті ата, Құшшы ата, Бейнеу ата, Дәрмен аталар жатады. Қалған әулие қорымдарға ата деген ұлы ұғым қосақталып айтылмайды. Таскирай Мұхаммад Бахир қолжазбасында Бекет ата өмірінде қиындықтарды көп көрген, ол адам таңғаларлық кереметтер көрсете алатын үлкен қасиет иесі, сопылықтағы ең жоғарғы мәртебесі машайық дәрежесіне жеткен жан деп жазылған. Машайық абыз, терең білімді, өте ақылды адам, періштелер аян беретін сопы деген мағынаны білдіреді. Бір болу үшін сопыларға қойылатын ең үлкен басты талап әулие,
машайық дәрежесіне көтерілу. Атамыз өмір сүрген дәуірде Алланың ұлық жолында құлшылық жасаушыларға үлкен құрмет көрсетілген. Бекет Мырзағұл ұлы Сопы атағына ие болған. Теолог ғалымдардың айтуынша, Тұран топырағында Қожа Ахмет Яссауидің ізгілік жолын жалғастырушылар Бұхарадағы Бахауеддин Нақшбанд және Маңғыстаудағы Пір Бекет әулиеліктің ең биік 7-ші сатысы Гаус дәрежесіне көтеріліпті. Дәстүр өзгеріп отырады, діндер де солай. Бүкіл елмен мойындалған жақсы дәстүр тұрақталып салтқа айналады. Ислам дінін аталарымыздың ата дін атайтын себебі осы. Қазақ болам деген адам ата салттан ешқашан айнымауға тиіс. Зікір Аллаға құлшылық етуші жеке адамның немесе топтың жаратушымызды және оның ахиреттік пайғамбары Мұхаммедті саллаллаху алейхи ва саллям еске алып мадақтауы. Бекетада жер асты мешіті өте мына төмен жақта орналасқан екен. Жан жағынан осы тау қыраттары қоршап тұр екен. Жалпы аңыздарға сүйенетін болсаң, аңыздар бойынша кезінде Түркістаннан Қожа Ахмет Яссауи өзінің шәкірттерін осы түркі әлемінің, түркі жерінің, Түркістан жерінің, яғни Қазақстанның жан жағына дін таратуға өзінің шәкірттерін жібереді екен. Ол шәкірттер жіберу үшін сол Түркістаннан садақпен жебені атады екен. Сол қай жебе қай жерге түссе, сол өңірге барып, сол шәкірттері ислам дінін, мына суфизм дейді ғой, сол ислам дінін таратуға жіберіледі екен. Соның бірі осы Маңғыстау өңірі, жебе Маңғыстау өңіріне қадалады екен. Сол Маңғыстау өңіріне осы Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері Шопан ата, Бекет аталар соны осы Маңғыстау өңіріне таратады екен. Бұл енді ислам дініндегі ислам дінінің шырыны суфизм дейді. Сондықтан осы тариқат ілімін, осы тасауф ілімін осы өңірге таратқан осы Бекет ата, Шопан аталар екен. Сондықтан осы жерде мына Бекет атаның орналасқан жер асты мешіті осы екі жайын жағында тау қыраттарынан құралған, сол қыраттың төменгі жағында орналасқан екен. Бұлар Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері де Қожа Ахмет Яссауи секілді мына дүниеден, материалдық дүниеден бет бұрып, рухани әлемге, рухани дүниеге және осы тақуалыққа үңіліп, осы жер астына кіріп кетеді екен. Жер асты мешітіне, сол мешіт, жер асты мешітінде өзінің сол құлшылық ғибадатын жасайды екен. Яғни осы біз қазір көріп тұрған арт жағында сол жер асты мешіті екен. Зікір түрлері жеке және алқа болып екіге бөлінеді. Жеке зікір негізінен құпия, алқа зікір орындалу түріне қарай ара және жария болып екіге бөлінеді. Қожа Ахмет Яссауидің Дивани хикметінде мирас етілген ара зікір салу сонау Закария пайғамбар заманынан қалған. Кезінде қазақ даласының символы болған Алла хай зікірін меншіктеп, әрбір қуанған қазақ баласы алақай деп жүгіріп қуанышын білдірсе, бүгінгі шаттанған бүлдіршіндер көңіл күйін басқаша білдіріп, ол сөздің шығу тегі ұмытылып жүр. Бекет ата өзі көзінің тірісінде маған келетін кісі ең әуелі жолдан Шопан атаға соғып тәуап етсін деген өсиет қалдырған. Мағынасы Шопан ата бәріміздің атамыз, сондықтан бірінші атама, содан кейін маған келіңдер дегені. Бұл өсиет бұлжытпай орындалуда. Маңғыстау халқының Мединеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пір Бекет, 362 әулие, желей көр, жебей көр, сүрінсе қолдап демей көр дейтіндер осыдан. Бүкіл әлемнің діни ғұламалары бір ауыздан тоқтаған. Ислам дінінің теориясы араб елінде, тәжірибесі қазақ жерінде делінетін тұжырымдарын мойындатқандар.
Түркістанда төмен бап, сайрамда бар сансыз бап, отырарда 30 бап. Баптардың бабын сұрасаң, ең үлкені арыстан бап. Пірлердің пірі Құлқожа Ахмет Яссауи және әулие Бекет пір ата болып табылады.